2024 жыл ұлы жылы қандай болады? Қазақтың жыл санауы бойынша 2024 жылы ұлы жылы кіреді. Әр жылдың өзіне тән мінезі, ерекшелігі бар. Ұлу суда жүретін болғандықтан бұл жылы құрғақшылық болмайды. Жыл тыныштық пен береке молшылықпен өткен. Түркі жұрты, оның ішінде қазақтар да ұлы жылы астық, шөп мол болады деп жорамалдаған. Соған қарағанда бұл халық үшін жайлы, жұмсақ қатарынан болса керек. Кей жылдары ұлу да жайсыз келіп отырған. Оған Бейімбет Майлиннің «Ұлу» деген өлеңі дәлел болды. 1916 жылы ұлт-азаттық көтеріліс Қазақстандағы байлардың мүлкін тәркілеп, өздерін Сібірге жер аударған. Бұл оқиға 1928 жылы ұлы жылында болған. Дегенмен ұлы жылы өте жайлы, жұмсақ жыл болып есептеледі. Стихиялық белгісі ағаш, бейбіт өмірді сүйетін, жайлы, тыныштықты жаны қалайтын, ақылды да зерек адамдар осы жылы туады деседі. Кемшілігі тез ренжігіш, қырсықтау келеді. Ұлылар соқыр және саңырау. Олар тек жарық пен қараңғылықты ғана ажыратады, ал бір-бірімен жанасу арқылы байланысады. Ұлылар орташа есеппен 15 жыл өмір сүреді.